Алдыңғы бөлімде біз жадты басқару стратегиялары қарастырылды. Динамикалық тарату, көптік тарату, яғни бос орын. Бұл жадыдағы әртүрлі көлемдегі орналасқан бос орындар, жадының бос аумағы. Процесс жүктелген кезде өзіне қолайлы бос аймақталады. Динамикалық түрде процестердің келуі және аяқталу кезінде саны, орналасуы және бөлімдердің көлемі өзгереді. Процеске жадыны берудің алгоритмдері. Егер процестер адрес бойынша сортталған және тізімде сақталған болса, онда алгоритмдер қатары болады. Ең жақсы лайықты әдіс ол көлемі талапқа сай келетін бос орынды таңдау. Бірінші лайықты әдіс ол жадыны басынан бастап барлық бос орындарды тексереді және көлемі бойынша сай келетін алғашқы бос орынды таңдайды. Келесі лайықты әдіс ол блоктың соңғы белгіленген жерінен бастап барлық бос орындарды тексереді және көлемі бойынша сай келетін алғашқы бос орынды таңдайды. Резиденттік жиынтығын басқару. Іс жүзінде кез келген уақытта негізгі жадта орналасқан процестің бөлігі процестің тұрақты жиынтығы болып табылады. Виртуалды парақ жадыны пайдалану кезінде операциялық жүйе қанша бетті жүктеу керек, яғни белгілі бір процеске қанша жад бөлінетіні туралы шешім қабылдау керек. Мұнда бір қатар факторлар роль атқарады. Процеске жад неғұрлым аз бөлінсе, соғұрлым көп процестер бір уақытта негізгі жадта болуы мүмкін. Сонымен, негізгі жадта орналасқан процесс беттерінің салыстырмалы түрде аз санымен локализация принципіне қарамастан парақтың болмауына байланысты үзілістердің жиілігі айтарлықтай үлкен болады. Белгілі бір шектеуден кейін негізгі жадты локальдық принципке сәйкес белгілі бір процеске қосымша бөлу парақтың болмауына байланысты үзілістердің пайда болу жиілігінің айтарлықтай төмендеуіне әкелмейді. Осы факторларды ескере отырып, қазіргі операциялық жүйелерде стратегиялардың екі түрі қолданылады. Белгіленген бөлу стратегиясы процесті жүзеге асырылатын негізгі жад кадрларының белгіленген санына бөледі. Бұл мөлшер жүктеу кезінде анықталады және процестің түріне немесе бағдарламашының немесе жүйелік әкімшілік нұсқауына сүйене отырып анықталуы мүмкін. Айнымалы тарату стратегиясы процесс барысында бөлінген бет кадрларының санын өзгертуге мүмкіндік береді. Ең дұрысы бұл процесс парақтың болмауына байланысты көптеген үзілістерден зардап шегеді. Парақтардың қосымша кадрлары ерекшеленеді және керісінше мұндай үзілістер салыстырмалы түрде аз болатын процесс. Бұл үзілістердің жиілігін аздап арттырады деген болжаммен кадрлар алынады. Айнымалы тарату стратегиясы әлдеқайда күшті болып көрінеді, бірақ бұл тәсілдің қиындықтары операциялық жүйе процестердің сипаттамасын бақылау керек. Бұл белгілі бір платформаның аппараттық мүмкіндіктеріне байланысты өте жоғары үстеме шығындарға әкеледі. Тазалау стратегиясы. Тазарту стратегиясы іріктеу стратегиясына қарама-қайшы. Оның міндеті өзгертілген бетті екінші жадқа жазу керек сәтті анықтау. Оның екі негізгі әдісі сұраныс бойынша тазарту және алдын ала тазарту. Сұраныс бойынша тазалау дегеніміз парақ ауыстыру үшін таңдалған кезде ғана екінші жадқа жазылады. Ал алдын ала тазалау өзгертілген беттерді олар түсірген кадрлар қажет болғанға дейін жазады. Сондықтан бұл беттер бүкіл пакеттерде жазылуы мүмкін. Жақсартылған тәсіл келесі стратегияны қабылдауға мүмкіндік беретін беттерді буферлеуді қамтиды. Тек ауыстырылатын беттерді тазарту, сонымен қатар тазалау және ауыстыру операцияларын бөлу. Беттерді буферлеуді пайдаланған кезде ауыстырылатын беттер екі тізімде болуы мүмкін. Өзгертілген және өзгертілмеген беттер.
Өзгертілген тізімдегі беттер мезгіл-мезгіл пакеттермен жазылып, өзгертілмегендер тізіміне берілуі мүмкін. Өзгертілген беттер тізіміндегі бет оған кірген кезде одан жойылуы мүмкін, немесе оның жақтауына жаңа бетті жүктеген кезде жоғалады. Жүктеуді басқару – бұл негізгі жадта сақталатын процестердің санын анықтау. Жүктеуді басқаруды стратегиясы тиімді жұмыс жасайтын жадты басқару жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады. Егер резиденттер бір уақытта бірнеше процесті ғана жүргізсе, онда барлық процестер бұғатталатын жағдай жиі туындайды және жүйе слопингті жүзеге асыруға артық уақыт жұмсауға мәжбүр болады. Екінші жағынан, егер сіз негізгі жадта көптеген процестерді орналастырсаңыз, онда орташа алғанда әр процестің резиденттік жиынының мөлшері өте аз болады. Бұл айналым қатесінің тым жиі пайда болуына және жүйенің өткізу қабілетін төмендеуіне әкеледі. Осылайша, виртуалды жадты басқару схемасы бағдарламалық және аппараттық қолдауды қажет етеді. Процессор ұсынатын аппараттық қолдау виртуалды адрестерді физикалық адрестерге динамикалық түрлендіруді және негізгі жадта адрестік бет немесе сегмент болмаған кезде үзіліс жасауды қамтиды. Бұл үзіліс жадты басқару бағдарламалық жасақтамасымен өңделеді. Үзінділеу – оперативті жадының қолдануға келмейтін кейбір бос аумақтары болады. Сыртқы үзінділеу, яғни фрагментация, бос орындардың жалпы көлемі жаңа процесті орналастыруға жеткілікті, бірақ процестерді орналастыруға бос орындардың бөліктері жеткіліксіз. Ішкі үзінділеу – бұл процесс орындалады, егер процестің бағдарламалық бөлігінің көлемі және оның мәліметі бөлімінің көлемінен кіші болғанда. Сыртқы үзінділеудің кішіреюі жетілу көршілес бос аумақтарда біріктіру арқылы үлкен көлемді бос орын құратын процесс. Жадыны нығыздау – ол процесстер жадының адрестік кеңістігінде бас жағында орналасады. Келесі бөлімде үзінділер туралы тоқталамыз.